Қыс мезгілінде өте дәмді фаршталған бұрыш дайындау үшін мен жазда піскен болгар бұрышын банкаға жауып алдым. Ол үшін болгар бұрышын жуып тазалап, осылай үлкен ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Және банкаларымызды булауды ұмытпаймыз. 15 минут өткен соң артық суларды төгіп тастаймыз. Одан соң буланған банкамызға болгар бұрышын осылай бір-біріне кигізе отырып, қаншалықты сыйғанша салып шығамыз. Әрине, қыс мезгілінде болгар бұрышы табылады, бірақ жаздағыдай дәмі әдемі болмайды және бағасы да кішкене қымбаттау жүреді. Одан соң үстіне біраз қасық тұз, біраз қасық толтырмай сірке суын құямыз. Екінші банкамызды да дәл солай жасап шығамыз. Одан соң үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып, қақпақ бекіткішпен қақпағын жақсылап бекітеміз. Одан соң қалың матаға төңкеріп қойып, суығанша орап қоятын боламыз. Жасап көріңіздер, қыс мезгілінде өте дәмді фаршталған бұрыш жеңіздер.